Халық жадынан мәңгі өшпес, мәңгі ұмытылмас ұлы жеңіс мерекесі жақындап қалды. 9 мамыр қайғы қасіретті де халықтың қайсарлығы мен ұлы ерлігінде еске түсірер мереке. Ақмола облысынан майданға 90 мың адам шақырылыпты. Бүгінгі таңда майдангер ардагерлердің саны 459 ғана. Қазақстан Көкшетау арнасының тілшілері күнбегін өз көрерменіне соғыс көрген, сол жылдары мұз жастанып, қар жамылған солдаттар тағдыры туралы бейнебаяндар ұсынып келеді. Жақында арнамыз тілшілері ардагер Бүркітбай Көшбайұлымен кездесіп қайтты. Ұлы Отан соғысының ардагері Бүркітбай Көшбайұлы 1925 жылы бұрынғы Көкшетау облысы Чкалов ауданы Қарағаш ауылында туған. Соғыс басталған жылы ауылдағы колхоз жұмысына болысқан бозбала 8-ші сыныпты тәмамдай сала әскер қатарына алынады. Бұл 1943 жылдың 1 қаңтары еді. Бүркітбай Көшбайұлы бірден қиыр шығысқа жіберілді. Осылайша ол шығыстағы кеңес қарулы күштерінің қатарында болып, Жапон империализмін талқандауға қатысты. Біздің бірінші Дальневосточный фронт, 35-ші дивизия, 196-ші полк, 1-ші батальон, 1-ші автоматчик, мен сол автоматтың ротада болдым. Устірей рекасын өзенін переплыть етіп, өтіп, біреу палаткамен, біреу жетпеген жерде бомбит етіп атқан самолеттер, японецтер ар жағынан атып атыр окопта, дзоттан. Содан переплыть етіп әрімен қарай шығып, қаласын алдық. Жауға деген. Содан кейін қаласы Ботти, Боли, Мүгден Харбинге шейін жеттік. Жапон фашистері соғыс ашып, бейбіт халқымызға сес көрсеткісі, әлі жетсе біздің жерімізді жаулап алғысы келді. Бірақ кеңес әскерлері оларға тойтара соққы беріп, отан үшін отқа түсуге дайын екендігін танытты. Қазақстандықтар да соғыстың қиыр шығыстағы соңғы ошағын жоюға белсене қатысты. Дальневостокты қорғадық. Егерде біз болмасақ, Япония соғысса, ол жерді алып қояды ғой. Сондықтан Япония күшті болды. Ойыншық емес. 100-тысячный Квантунский армия деген болды олардан. Біз соларға қарсы тұрдық. Міне, олардың дзоттары, олардың снайперлері, олардың артиллериясы ешкімнен кем емес. 86 жастағы Бүркітбай ата қазір сол бір сұрапыл кезді әлі де тебіреніспен еске алады. Өмір мен өлім белдескен кездің санадан өшпесі анық. Ардагер шайқастан оралмай жазым болған жауынгерлерді естен шығармауымыз керек дейді. Біз соларды құрметтеуіміз керек. Біз соларды сыйлауымыз керек. Олардың жатқан жерін іздеп, кім қайда қалды, ертең список жасап, елге жұртқа хабарын беріп отыру керек. Мына телевизордан көрсетеді. Бәлем мың кісілердің арасынан бәлем фамилия шықты. Патрон болады солдаттардың. Ішінде фамилия жазылған. Соны тауып алса фамилия шығады. Біздің Қазақстандан да 2 жігіт шықты. Міне, олар сол халық үшін, ел үшін, жұрт үшін, келешек сіздер үшін, жастар үшін жанын қиған азаматтар. Бүркітбай Көшбайұлы майдан даласынан елге 1949 жылы оралды. Содан кейінгі еңбек жолы Көкше жерінде өтті. Алдымен қазіргі Мәлік Ғабдуллин атындағы нөмірі 3-ші мектепте алғашқы әскери дайындықтан сабақ берді. Кейін Алматыдағы Қазақ ұлттық университетінің экономика факультетін тәмамдады.
қалалық және облыстық партия комитеттерінде лауазымды қызметтерді абыройлы атқарған Абзалжан зейнеткерлікке шыққанға дейін 15 жыл Қазтекстильторгты басқарды. Қазір қария еліміздің батагөй ақсақалына айналды. Отан соғысының аты, заты, оның күштілігі ұмытуға болмайды. Жастарымыз біздің тәрбиелену керек сол отан соғыстың ардагерлерінен. Әлде болса да солардың айтқанын тыңдап, біліп, мына қазір біздің 20 жылдық әскеріміз Қазақстанның қайырлы болсын тойлап жатырмыз ғой. Міне, сондай адамдық, адалдық, халыққа, жерге, орысша айтқанда патриотизм болу керек. Бүркітбай Көшбайұлы қазірде мектеп оқушыларының арасында жиі болып, өзінің көрген білгенін айтып отырады. Ауылыңда қартың болса, жазып қойған хатпен тең деген осы шығар. Әсем Қаматайқызы, Данияр Омаров, Апта.